Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Бүгін мен Қалдыбай Ақмарал Жұмабекқызы сіздермен бірге боламын. Мен өзімді таныстырдым. Кәнекей, сіздер өздеріңізді таныстырып көріңіздерші. Мен Айтуған Әзизханмын. Мен Серік Аярумын. Мен Нұрлан Мұстафамын. Бірінші нені айттық? Тегімізді. Сосын өзіміздің атымызды айттық. Тегің кімнің атында? Дұрыс, тегіміз атамыздың атында. Олай болса, бүгін менің ата тегім тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда сіздер өз ата тектеріңіз жайлы, олардан кімдердің тарайтынын білесіздер. Ал кәнекей балалар, ортағын тап ойынын ойнайықшы. Ата-ана, ата-тек дегенде не ортақ? Жарайсыздар, ата сөзі ортақ екен. Олар ата сөзінен тарайды. Ата-ана, ата-тек бір-біріне мағынасы жақын сөздер. Олар ата сөзінен тарайды. Ата деген кім? Ата ол әкеміздің әкесі. Бала, әке, ата. Балалар, қонаққа барғанда үйдің төрінде суреттер ілулі тұрады. Олар кімдердің суреттері деп ойлайсыздар? Арман мен Дәурен бір үйдің балалары. Арман мен Дәуренге әкесі мен анасы жағынан туыстарын атап беруге көмектесейік. Міне, көбінесе үйлердің төрінде сол отбасының үлкендерінің, яғни ата-әжелерінің суреттері тұрады. Біз атамызға кім боламыз? Әкеміздің атасына кім боламыз? Ұрпақ боламыз. Кез келген адам өзінің ата тегін білу қажет. Біз өз ата-бабамыздан тараған ұрпақпыз. Енді осы аталарымызға қатысты бір сұраққа жауап беріп көріңіздер. Экранға назар аударайық. Қандай сандар көріп тұрмыз? Олардың қайсысы біздің ата-бабамызға қатысты? Әрине, 7 саны. 7 ата. 7 ата деген не? 7 ата қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегі таратылуының нақтылы жүйесі. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, 7 атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бұлардан тараған ұрпақтар бір атаның балалары саналады. Бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Төмен қарайда ата тек жалғасады. Ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене. Ата туыстық атау, ол әкеңнің әкесі. Әке өз туған әкең. Немере туыстық атау, ер адамның баласынан тараған ұл мен қыз. Шөбере туыстық атау, атадан санағанда немереден тараған ұрпақ. Шөпшек туыстық атау, шөбереден тараған ұрпақты шөпшек дейді. Шөпшекті кейбір жерлерде туажат деп те атайды. Немене туыстық атау, дәстүрлі қазақ қоғамындағы 7 ата жүйесі бойынша таратылатын 7-ші ұрпақ. Біз өз ата-бабаларымызды мақтан тұтамыз. Сонымен қатар жақсы істерімізбен, өнер білімдерімізбен ата-әже, ата-аналарымызды қуанта аламыз.
ол қандай іс болуы мүмкін? Оны ойланып көріңіздер. Сонымен біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Біз жеті ата ұғымымен таныстық. Әке мен ана жағынан ата-әжелеріміздің атауларындағы өзгешеліктерді түсіндік. Жеті атадағы туыстық атауларымен таныстық. Жеті атамызды білетін жетелі ұрпақ болып өсейік. Балалар, жеті атамызды жаттап алайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.